Құрметті студенттер, бүгінгі соңғы дәрісіміз, яғни бүгін осы баға белгілеу курсындағы баға туралы, бағаның жалпы бағаның құрылымы, бағадағы қойылатын талаптар, бағаны есептеудегі әдіс тәсілдер туралы айттық. Енді бүгін соңғы тақырып осы бағадағы жеңілдіктер. Бағаға жеңілдіктер қалай ұсынылады, сол жайлы айтамыз. Жалпы жеңілдіктер дегеніміз сатып алушыға сатылатын тауардың бағасының төмендетілген сомасы. Тарихи бұрынғы тұрғыда жеңілдіктер пайда болды, және ол сауда-саттық нәтижесі ретінде сатып алушыға көбірек тауарлар сатып алатын жеңілдік ұсынған кезде көше саудасы жағдайында қолданыла бастаған. Ал қазіргі таңда белгілі бір себептермен жеңілдіктерді жүктеуге әрекет бар. Атап айтқанда, коммерциялық сипаттағы жеңілдіктер екі түрге бөлінеді. Біріншісі жоспарланған, яғни алдын ала өндіруші, сатушы өзі жоспарлап жеңілдік түрлерін ұсынады. Екінші тактикалық, яғни тұтынушыларға әсері қандай, сол жеңілдіктерін сол жайлы айтамыз. Жеңілдіктерді орнату кезінде келесі принциптерді басшылыққа алу керек. Бірінші, жеңілдік қолдану оң нәтиже беруі тиіс. Бұл клиенттік базаны ұлғайту және оң экономикалық көрсеткіштерге жету жолында көрінуі мүмкін. Екінші, жеңілдік мөлшері сатып алушының мүддесінде, сатушының мүддесінде ескеруі тиіс. Үшінші, дисконттау жүйесін жасаған кезде бастапқыда белгіленген бағаның мөлшері ескерілуі керек. Ал бастапқыда мүмкіндігінше жоғарғы деңгейде бағаны ұстауымыз қажет. Көтермедегі азайту, яғни бұл жаңағы көтерме саудадағы жеңілдіктер туралы. Бұл көп тауарды сатып алушыға бағаны төмендетіп беру, мұндайда өндіруші тауарды сақтау, тасымалдау, өткізуге байланысты шығындарын үнемдейді. Азайту, әрбір тауардың тобы бойынша немесе белгілі бір мерзімге сатып алу құнының көлемінің бойынша белгіленуі жеңілдіктің. Маусымдық жеңілдік. Бұл сұраныс маусымның алдында немесе кейін бағаны түсіру. Сол арқылы өндіруді жыл бойы тұрақтандыруға болады. Мысалы, шаңғалуға алдын ала тапсырыс алу үшін жазғытұрым жазда сатып алушыға маусымда төмендету ұсынылады. Яғни маусымға байланысты қыстық қажетті тауарларды жазда, жаздағы қажетті тауарларды қыста алу тұтынушыға ыңғайлы. Айналымға жеңілдік, бонустық жеңілдіктер. Бұл тұрақты сатып алушыларға арнайы келісім бойынша беріледі. Келісім шартта белгілі уақытта болатын айналымға қарай жеңілдік деңгейі, оның төлену тәртібі қойылады. Жабдық түрлері бойынша бонустық жеңілдік айналымының 30-15% шикізаттың ауыл шаруашылық тауарлар бойынша бірнеше пайызымен есептелінеді. Сәтті жұма. Яғни бұл сәтті жұманы қазіргі кезде, қазіргі таңда көп қолданамыз. Онлайн дүкендерде қолданылатын, мысалы, Каспий жұмаларын 24-12 айға деп. Яғни бұл көп тұтынушыларға сразу сол өзіне қажетті өнімді алуына қандай да бір жағдай кедергі болса, ал осы сәтті жұма онлайн дүкендерінде, яғни біздегі жеңілдіктер, бұл өте қолайлы. Қызметіне байланысты жеңілдіктер, бұл пайыз беру өндіруші әртүрлі өткізушілерге қызметіне байланысты әрқилы баға төмендетеді. Бірақ өнім өткізушілерді бірдей бағалағаны жөн. Біріне көп, екіншісіне аз жеңілдік берілсе, кері әсер етеді. Яғни қызметіне байланысты дегенде бұл өндірістен шығаратын өнімді сатушы немесе жеке тұлғалардың өздерінің қызметіне байланысты мамандарымен, кеңесімен, серіктесіне, өндірушіге, өзгерістерге байланысты көмектескені өте маңызды болып келеді. Сыртқы сату жеңілдігі. Бұл шетел
алушыларына елдегі жеңілдік үстіне қосып көрсетеді. Мақсаты бұл жеңілдіктің сыртқы саудадағы тауардың бәсекелесуінің жоғарылауы. Бұрын сатып алынған тауарды қайтарғаны ескерген түріне құнның қайыруы. Мұндайлар машина, электр жабдықтарын тасымалдау, өндірістік қондырғыларды сатқанда пайдаланылады. Клубтық жеңілдіктер. Қазір кезде көп тұтынушыларда клубтық жеңілдіктер әрбір студенттерде де болуы мүмкін. Дүние жүзіндегі ұлттық және халықаралық дисконттық клубтар өздерінің мүшелеріне арзан бағамен қызмет көрсетіп тауарлар сатады. Бұл көрінбейтін өткізу жүйелерінің бірі. Клубтар мүшелеріне жеңілдік жасап сатылады. Мұндай жеңілдіктер жүк тасуда, жалға машина беруде, қонақ үй, мейрамхана жұмысында қамсыздандыруға кеңінен тараған. Арнайы шаралар бағасы, яғни қандай да бір жағдай кезінде жеңілдіктер ұсыну, ерекше ұсыныс кезінде пайдаланылады. Маусымдық сату, маусым аяқталғанша бағаны төмендету, сату орны, жабылар алдындағы сату немесе табиғат апатынан сапасы төмендеген тауарды сату сияқтыларда қолданылады. Бағаның жағдайларға байланысты өзгеруі, кәсіпорын тұтынушылардың ерекшеліктеріне, тауардың түрінің өзгеруіне, үлгісінің өзгешелігіне байланысты өз бағаларын бейімдейді. Бірдей қызмет тауарды әртүрлі бағамен ұсынғанда, бағаның жағдайларға байланысты өзгеруін дискриминация дейді, яғни бағаның өзгеруі. Қандай да бір жағдайға байланысты бағаның өзгеруі, яғни бағаның түрленуі. Беделге байланысты бағаның өзгеруі. Беделге сүйеніп бір тауарға әртүрлі баға қою кейбір кәсіпорындарда қолданылады. Барлық кәсіпорындарда емес, кейбір кәсіпорындарда қолданылуы мүмкін. Және жеңілдік ақшалай жеңілдіктер. Бұл сатып алушыларға тауарға келісімшарт кезеңінен бұрын төлем жасаған немесе қолма-қол ақшаны есептеу кезінде қолданылатын жағдайда стандартты сату бағасына беріледі. Кумулятивтік дисконт. Дисконт дегеніміз бұл бағаның өзгеруі, бағаның модификациясы. Жеңілдік дегеніміздің өзі бағаның өзгеруі, модификациясы. Кумулятивтік дисконт бұл сатып алушыға белгілі бір уақыт кезең ішінде, белгілі бір уақыт ішінде келісілген лимитпен, яғни төменгі шекпен жоғарғы тауар көлемін сатып алса, және осы шектен асатын тауарлар көлеміне дейін көтерілетін сату бағасын төмендету шарасы. Ал жеңілдік, ақшалай жеңілдіктер. Сатып алушыларға тауарды келісімшарт кезеңінен бұрын төлем жасаған немесе қолма-қол ақшаны есептеу кезінде қолданылатын жағдайларды стандарттау сату бағасын көрсетеді. Бүгінгі тақырып өте жеңіл тақырып, яғни бағаның түрленуі, бағадағы тауарға қойылатын жеңілдіктер. Оны сіздер күнделікті қолданыста көріп отырасыздар. Тәжірибелік сабақта өздеріңізге таныс жеңілдік түрін қарастырып керуді өтінемін. Сіздер тыңдағандарыңызға рахмет.